Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Арнама қош келдіңіз. Сіздермен бірге Асия. Бүгін сабақта сіздермен трендтегі осындай косынканы тоқып үйренетін боламыз. Бұл косынканы тоқу үшін бізге ярнард джинс жібі керек болады және 2,5 мм крючок. Негізі кез келген жіпті қолдана берсеңіздер болады, бірақ менің жағдайымда осы. Мен бірақ ярнард джинстің изумруд түсінен тоқимын. Осындай. Дайын болсаңыздар, бисмиллахпен бастаймыз. Бастамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Бізде косынка дәл осы жерінен басталып тоқылатын болады. Ең оңай тәсілмен. Дайын болсаңыз, бисмиллахпен бастаймыз. Ең алдымен кольцо амигурумен жасап аламыз. Жіптің қысқа бөлігі сол жақ қолымда, ұзын жұмыс жібіміз оң жақ қолымызда тұрады. Кольцоға крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін алып шығып, осы жерге 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. 3 воздушный петля тоқып алғаннан кейін крючогымызға накетіліп, столбик с накидом тоқимыз. Екеуін бірге. Бізде мынау 3 воздушный петля столбик с накидамның қызметін атқарады. Сонда бізде 2 столбик с накидам болды. Накетілеміз, тағы да столбик с накидам тоқимыз. 3 столбик с накидам болды. Енді 1 воздушный петля тоқимыз. Қайтадан накетілеміз. Кольцоның ішіне тағы да дәл осылай 3 столбик с накидам тоқимыз. 1 накид, 2 столбик, накид, 3 столбик с накидом. Кольцоны бекітеміз. Қысқа жіпті тартқан кезде кольцомыз бекітіледі. Бізде міне осындай болып шықты. Енді тағы да 3 воздушный петля, 2, 3. Жұмысымызды кері айналдырамыз және крючокқа накетілемізді. Мына воздушный петля шығып тұрған жерге, мына жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. 1 накетілеміз, 2 столбик с накидом. Бізде мынау воздушный петлямен 3 столбик болып тұр. Енді накетілеміз. Бірден мына жақта воздушный петля жасаған аркаға тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1 накетілеміз. Дәл сол аркаға 2 столбикті накетілеміз. 3 столбик. 1 воздушный петля, накетілеміз. Столбик с накидом дәл сол аркаға накетілеміз. Столбик с накидом дәл сол аркаға накетілеміз. 3 столбикті тоқимыз. Қазір. 3 столбик с накидом. Тағы да крючогымызға накетілеміз және мынау ең шетінен тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. Сондай бір 3 петляның үстінен 1 столбик, дәл сол жерге 2 столбик, дәл сол жерге 3 столбик. Бізде мінекей осындай болып шығып тұр. Мына жаққа 3 столбик, мына жаққа 3 столбик, мына жерде 6 столбик тоқылды. Тек ортасында 1 воздушный петля. Енді 3 воздушный петля, 3
жұмысымызды кері айналдырамыз, накид дәл воздушный петляның басталған жерден 2 столбик с накидом тоқимыз. 1 накид, екінші столбик. Накид мына жерде тұрған енді аркаға тоқимыз. Ашық болып тұр, былай тартсаңыздар көрінеді. Сол жерге 3 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 накид және 3 столбик. Накид келесі аркаға тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 3. Бір воздушный петля. Воздушный петляны тек ортасында ғана жасаймыз. Накид дәл осы аркаға 3 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 3. Накид келесі аркаға. Міне бізде келесі арка 3 столбиктен кейін тұрған арка. Соған 3 столбик с накидом тоқимыз. Екіншісі және үшіншісі. Накид мынау үшінші тұрған воздушный петля, жаңа 3 воздушный петля тоқыдық, соның шет жағынан үшіншісінен, яғни столбик с накидом тоқимыз. Осы жерге 3 тоқимыз. Біріншісін тоқыдық. Дәл сол жерге екінші столбикті, дәл сол жерге үшінші столбик с накидом тоқимыз. Бізде осындай мінекей үшбұрыш болып шығып келе жатыр косынкамыз. Тағы да 3 воздушный петля. Жұмысымызды кері айналдырамыз, накид дәл воздушный петля жасалған жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Воздушный петлямен 3 болады. Накид мына жерде тұрған аркаға 3 столбиктен кейінгі аркаға 3 столбик с накидом тоқимыз. Тағы да екінші және үшінші столбик дәл сол жерге. Накид келесі 3 столбиктен кейінгі арка 3 столбик с накидом тоқимыз. Осылай узор қайталана береді. Накид дәл ортасына кеп тұрмыз. Ортасында бізде бірінші 3 столбик с накидом тоқып аламыз. Екінші, үшіншісі және бір воздушный петля, накиділіп тағы 3 столбик с накидом дәл сол аркаға тоқимыз. Екіншісі, үшіншісін тоқыдым. Накид келесі аркаға 3 столбиктен кейінгі арка. 2 3 накид келесі аркаға. Және накид ең шетінде тұрған петляға шет жағынан 3 столбик с накидом жасаймыз. Бұлай тартсаңыздар, мінекей аркалардың барлығы анық көрініп тұр. Осылай өзімізге қажет ұзындыққа дейін басыңызға өлшеп отырып тоқысаңыз болады. Қазір мен тағы да бір рет көрсетемін. 1 2 3 воздушный петля. Жұмысымызды кері айналдырамыз, накид дәл сол воздушный петля шыққан жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Накид 3 столбиктен кейінгі аркаға 3 столбик с накидом тоқимыз тағы да.
2 және 3 столбик накиделеміз. Келесі аркаға 3 столбик накидім. Накиделеміз. Келесі аркаға 3 столбик накидім. Накиделеміз. Ортасына келіп тұрмыз. Бірінші 3 столбик накидім. Воздушная петля. Тағы да 3 столбик накидім дәл сол аркаға. 3 бұрыш болып шығу үшін дәл ортасына осылай 6 столбик накидім. Тек ортасындағы воздушный петляны ұмытып кетпейміз. Келесі аркаға 3 столбик накидім. Үшінші. Келесі аркаға 3 столбик накидім. Өте оңай узор қайталана береді. Ешқандай санаудың да қажеті жоқ. Түсінікті деп ойлаймын. Накиделеміз. Келесі шетінде тұрған петляға столбик накидім, тоқимыз. Екінші және үшіншісі. Неге? Тура осылай керек ұзындыққа дейін жалғастырыңыздар, сол жерде кездесеміз. Қыздар, мен өзімнің мына косынкамда сіздерге көрсетейін қанша сантиметр тоқығанымды. Так, обвязкасыз 22 сантиметр. Обвязкасыз 22 сантиметр. Обвязкамен қосқанда 24 сантиметр дей. 24 сантиметр дей. Яғни менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 қатар тоқыған екен. Сіз өзіңізге қажетті қатарды тоқып шығасыз, содан кейін кездесеміз. Неге қыздар, мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқып шықтым. Енді обвязкасын тоқитын боламыз. Обвязкасын тоқу үшін бізде жұмысымыз осылай шетінен аяқталып тұр. Бір жақ шетінде келіп тұр. Осы жерден бірінші біз байлайтын бауын тоқып аламыз. Менде бауының ұзындығына 45 немесе 40-та жетеді шығар. 40 воздушный петля тоқып аламыз. Жұмысымыз аяқталған жерден мінекей. Косынкамыз осымен болдау деген кезде, осы размер келеді деген кезде 40 воздушный петля тоқимыз. Біреуін тоқыдым. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37, 38, 39, 40. Енді 40 воздушный петля тоқып алдық. Тағы бір воздушный петля подъем жасаймыз. Және сол воздушный петляны қалдырамыз. Яғни бір воздушный петляны қалдырып, одан кейінгі петляға столбик без накида тоқимыз. 1, 2, дәл осылай. Әрбір петляға бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Неге қыздар, 40 воздушный петляға 40 столбик без накида тоқып болдық. Енді мынау маңдайға тұратын бөлігі, маңдай жақта тұратын.
Осы жерге столбик без накида тоқып шығамыз. Әр петля дегенде бізде мыналар ұзын болып тұрғандар столбик с накидом. Мен столбик с накидом ғой, иә. Осы жерге 2 столбик без накидамнан тоқып шығамыз. 1 2 және келесіне 1 қатты тартпай бос қылып 1 2 1 былай тым тартылып қалмауын немесе тым бос болып қалмауын қадағаласаңыздар жеткілікті. Қатты бір тура осылай тоқылу керек, осылай тоқылу шарт деген қағида жоқ. Столбиктардың, петлялардың ыңғайына қарап столбик без накидаларды жасап шықсаңыз болады. Менде обычно мінекей әрбір столбик с накидом болған болса, осы жерге 2 столбик без накидам тоқып жатырмын. Және келесі мінекей 1 2 сол сияқты келесі столбикқа да. Әр столбик с накидамға 2 столбик без накидам тоқылып жатыр. Осылай рядтың соңына дейін тоқып шығамыз. Неке қыздар, мен рядты аяқтадым. Рядты аяқтағанға дейін арасында 2-ден 3-тен тоқыған жерлерім бар. 3 столбик без накида, 2 столбик без накида деген сияқты арасына тағы да қосып тоқығаным бар. Осындай болып шықтыр. Енді біз келесі бауын жасаймыз. Мына сияқты. Тура сол не бойынша, тәсіл бойынша 40 воздушный петля, 1 воздушный петля подъем болады, сонда 41 воздушный петля тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 39 40 41 петля подъем бізде. 1 воздушный петля тастап, одан кейінгі петляға столбик без накида тоқимыз. Дәл осылай 40 столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жерге келген кезде кестесеміз. Мінекей қыздар, біз 40 воздушный петляға 40 столбик с накидам без накида тоқып алдық. Бізде жұмысымыз осылай тұр. Енді біз шет жағында жиегін тоқуымыз керекпіз. Жұмысымыз осылай тұр. Мына жеке жағына столбик без накида тоқыдық қой. Сол жерден тағы да столбик без накида тоқимыз. Былай тұрған болса, дәл осы жерге столбик без накида тоқимыз. Және крючогымызға накетіліп, мұнда тұрған аркаға 5 столбик с накидам тоқып аламыз. 1 накид, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик және 5 столбик с накидом. Келесі аркаға столбик без накида. Накетіліп, келесі аркаға 5 столбик с накидом. 1
2, 3, 4, 5. Келесі аркаға столбик без накида. Накид ілеміз. Келесі аркаға 5 столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі аркаға столбик без накида. Накид. Келесі аркаға 5 столбик с накидом. 2, 3, 4, 5. Келесі аркаға столбик без накида. Осылай узор қайталанып кете береді. Неке? 5 столбик с накидом. Келесі аркаға столбик без накида. 5 столбик с накидом. Келесі аркаға солай, я? Мына жерде қазір столбик без накида тоқыдық. Одан кейінгі аркаға 5 столбик с накидом. Одан кейінгі аркаға столбик без накида. Келесіне тағы да 5 столбик. Одан кейін 1 столбик без накида. Тағы да 5 столбик. Солай жалғасып кете береді. Мына ұш жағына келген кезде тағы да көрсетем. Осы жерге дейін бір тоқып алайық. Қыздар, мінекей мен дәл ортасына жетуге аз қалып тұрмын. Я бір шақ қана тұр. Менде сіздерге айтатын, бір ескертетін жағдай. Мына жерде мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 қатар тоқып шықтым. Ал мұна жаңа бағана сізге көрсеткен косынкада 18 қатар тоққанмын, не? Енді егер сіз осы 18 қатар тоққан болсаңыз, менің айтуыммен, онда мына нені жасаған кезде, жиегін жасаған кезде бірінші аркаға столбик без накида жасап аласыз бірінші. Одан кейінгі аркаға барып 5 столбик с накидом тоқисыз. Одан кейін столбик без накида, 5 столбик, солай жалғасып кете береді. Сол кезде шетіне келген кезде дұрыс шығады. Егер бірден бірінші аркаға бірден 5 столбикті тоқып кеткен болсаңыз, ұшына келген кезде дұрыс шықпай қалады. Сол үшін осылай. Мен енді мына жерде 19 қатар тоқығаннан кейін бірінші аркаға бірден 5 столбик с накидом тоқыдым. Мына 18 қатар болғаны үшін, на косынка 18 қатар болған үшін бірінші аркаға столбик без накида тоқылды. Ал мына жерде бірден 5 столбик с накидом тоқылды. Одан кейін барып столбик без накида. Мына жерде осындай разница бар. Соны ескерсеңіздер болды. Енді ұш жағына келіп тұрмыз. Столбик без накида тоқыдық. Одан кейінгі аркаға, дәл ұшында тұрған аркаға 5 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай есептеп, егер бұдан да ұзын қып тоқитын болсаңыздар, ұзындығын осылай жиегін алдын ала есептеп алып тоқсаңыздар дұрыс болады. Келесі аркаға столбик без накида. Одан кейінгі аркаға енді параллельно мына жақта қайталаған узорымызды қайталап тоқып шығамыз. 3, 4, 5 столбик без накида. Одан кейінгі аркаға 5 столбик с накидом.
үшеу, төртеу, накид, бесеу. Столбик без накида, келесі арка столбик, 5 столбик с накидом. Осылай реттің соңына дейін узорды қайталап шығамыз. 3, 4, 2, 4, 5. Реттің соңына дейін. Неге реттің соңына дейін тоқып қойдым? Соңғы арка 5 столбик с накидамен аяқталды. Енді жанында тұрған петляға соединительный столбикпен жұмысымызды бекітеміз. Осы жерден жібімізді қиып, артық жібін арасына жасырып жібереміз. Неге қыздар, осымен біздің косынкамыз дайын. Толықтай тоқып бітірдік. Егер сізге сабақ ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Түсінбеген сұрағыңыз болса, комментарийде сұрасаңыз болады. Міндетті түрде жауап беремін. Егер осы сабақпен тоқыған болсаңыз, міндетті түрде Instagram парақшамда мені белгілеп кетсеңіз болады. Instagram парақшамда описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден менің басқа да жұмыстарымды көрсеңіздер болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше, ассаламу алейкум.